Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі 12-ші дәріс сабағымызды бастаймыз, яғни құрылыс құнын анықтау әдістері. Құрылыс экономикасы Қазақстан Республикасының құрылысы жаңағы экономикалық стратегияларының маңызды секторлары болып есептеледі деп алдыңғы тақырыбымызда айттық. Дәл есептеу және бақылау жүйелерін енгізу арқылы құрылыс жобаларының қаржылық тиімділіктерін арттыру және ресурсты қолдану оптимизациялауға болады. Яғни оның 25 жылы құрылыс саласындағы ұлттық экономикалық үлесі Қазақстан статистикасының агенттігінің 5,8% құрайды. Ал құрылыс саласының 25 жылға нақты өсу қарқыны жылдық есеппен, жылдық өсіммен айтқанда 7% құрайды. Қазақстан құрылыс құны индексі 25 жылға 112,8-ді құрап отыр. Ал орташа өсу жағынан соңғы 5 жылдағы орташа жылдық өсу көрсеткіші 6%-ды көрсетіп отыр. Бұл жерде қаржылық қателіктерді орташа 12%-бен жобаның жалпы шығынын арттырады. Осыдан шығатын қорытынды жаңағы KPI бақылау жүйесін енгізу арқылы бұл шығынды азайтуға да болады. Негізгі KPI-лардың топтамасы. Құрылыс құнын дәл анықтау үшін 6 негізгі көрсеткіштерді бақылау қажет. Бұл көрсеткіштер жобаның әрбір сатысындағы тиімділік өлшеуге мүмкіндік береді және уақытылы түзетулерге енгізуге қолайлылық туғызады. Яғни біріншісі тікелей еңбек шығынын есептеу, ол енді жұмысшылардың еңбек ақысы, әлеуметтік аударымдармен және жұмыс уақытының тиімді пайдалануы, екінші құрылыс материалдарының құны мен жеткізілу шығындары мен қалдықтарының деңгейі, үшінші жаңағы жабдықтық пайдалану коэффициенті, кран, бетон насосы және де басқа арнаулы техникалардың жұмыс істеу уақыты мен өнімділігі, тікелей емес шығындар, үстеме шығындар, басқару шығындарына жобалау және басқа да қосымша шығындарды айтамыз. Төртіншіден, бесіншіден пайда маржасы. Паркін белгілейміз ағылшынша. Жобаның пайдалық деңгейі, бесіншіден айтқан кезде, жобаның пайдалық деңгейі қосалқы құн және тәуекел резерві. Ал алтыншы соңғы жоба кестесінің тиімділігі SPI деп жазылады. Жаңағы уақыттың критерийлерге сәйкестік және кестедегі ауытқу деңгейін көрсетіп отырады. Еңбек өнімділігі метр кубқа есептегенде жұмысшы күнін туралы айтамыз. Яғни техникалық көрсеткіштер еңбек өнімділігі құрылыс саласындағы ең маңызды KPI-лардың бірі болып табылады. Бұл көрсеткіш жұмысшылардың тиімді пайдалануын және жобаның бюджетінің оңтайлылығын анықтайды. Сонымен қатар Алматы метролайн мысалға 22 жылы жобасы 0,92 метр куб жұмысшы күнге көрсеткішін қол жеткізді. Яғни бұл деп отырғанымыз өндірістік ортаның 0,78 метр квадратқа көрсетті. Яғни бұл 18%-ға жоғары болды. Яғни бұл нәтиже сапалы басқару және жұмысшылардың біліктілігін артуының нәтижесі болып келеді. Яғни өнімділіктің жоғарылату үшін технологияларды енгізу, жұмысшылардың біліктілігін арттыру және жұмыс кадрлық саясат жүргізу қажет. Автоматтандырылған бақылау жүйелері жұмыс уақытын нақты есептеуге мүмкіндік береді. Материалдық шығынмен және оның қалдықтарын айтып өтетін болсақ, материалдық шығындар құрылыс жобасының жалпы бюджетінің
60%-ын құрап отырады. Сондықтан қалдықтарды азайту және материалдарды тиімді пайдалану жобаның қаржылық табыстылығын тікелей әсер етіп отырады. Яғни бетон тұтынушы KPI-ларға қатысты, технологияларына қатысты шаралар, жұмыстар жүргізіліп отырады. Яғни қалдықтарды азайту үшін жаңағы жеткізушілердің нақты келісім шарттарын жасау, материалдарды дұрыс сақтау, технологияларын енгізу және жұмысшыларды үнемді қолдануға үйрету қажет. Диетикал технологияларын автоматты түрде қолдана отырып, олардың материалдардың қолдануын бақылап, қалдықтардың алдын алып отырады. Құрылыс жабдықтарының пайдалану коэффициенті, яғни нақты пайдалану коэффициенті 68%-ды құрап отыр. Нормативтік құрылыс саласының стандарттары 55%-ды қорғау көрсетіп отыр. Өнімділіктің өсуі жылдық өнімділіктің арттырған көрсеткіші плюс 13%-ды көрсетіп отыр. Яғни құрылыс жабдықтарының пайдалану коэффициенті бұл жабдықтардың нақты жұмыс істеу уақытының жоспарланған уақытқа қатынасы. Яғни жабдықтың пайдалану коэффициентін айтып өтетін болсақ, жабдықтың тиімді пайдалану құрылыс жобаларының сәттілігін анықтайтын маңызды факторлар болып табылады. Жоғары пайдалану коэффициенті жабдықтың амортизациясына азайтып, жобаның жалпы құнын төмендетеді. Яғни оның негізгі көрсеткіштері мыналар: жаңағы жылдық өнімділігін қарап отырады, KPI-дің мақсатын қарап отырады, нәтижелерінің соңында жабдықтық амортизациясын 3%-ға азайтып отыруын қарап отыру керек. Яғни үстемдік шығындарын тәуекел резервін қарастырылады. Үстеме шығындар бұл тікелей құрылыс жұмыстарымен байланысты емес, бірақ жобаның іске асу үшін қажетті шығындарын қарастырылады. Оларға басқару шығындарды жобалау, құқықтық қызметтер, қауіпсіздік және де басқа қосымша шығындар жатады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.